Кеш достар, көңіл күйлеріңіз қалай? Сіздермен әдеттегідей бүгін Ару Токстың қыздары, Әлия ханым, Сағыныш және де мен, біз еліміздегі және қоғамдағы өзекті мәселелерді талқылауға, көтеруге әрдайым дайынбыз. Достар, баршаңызға кеш жарық, мінекей кештетіп әдеттегідей сіздермен қауышып отырмыз. Тікелей эфирде қосылыңыздар, үліпіл басыңыздар. Енді біз бүгінгі сұхбатымызға арнайы еліміздегі әлеуметтік реформалар, жалпына инклюзивті қоғам құру, бастамалар туралы, жалпына заманауи білім беру мәселелерін осы парламент мінберінен белсенді көтеріп жүрген арнайы қонағымызды шақырып отырмыз. Ол мәжіліс депутаты Екатерина Смолякова ханым. Студиямызға қош келдіңіз. Кеш жарық. Екатерина ханым, қош келдіңіз, және оқырмандарымызға, көрермендерімізге қайырлы кеш деп қояйық, өйткені біздің кешіміз енді ғана басталып жатыр. Осы кешкі шай үстінде бүгін сұхбат құрсақ. Енді Екатерина ханым, сіз мәжіліске келгелі біраз өзіңіздің депутаттық сауалдарыңызды нақты жылдар бойы қордаланып қалған әлеуметтік мәселелерді көтеріп жүрсіз. Оның ішінде жаңағы инклюзия бар. Ымдау тілінің мәртебесі, цифрландыру бар, бір терезе қағидаты принципі, одан бөлек мектептегі тамақтың сапалы болуын, одан бөлек балалардың денсаулығы, енді айта берсек өте көп, туризм және болашақ мамандықтар аясында бүгін осы шай үстінде сізбен сұхбат құрсақ деп шақырып отырмыз. Екатерина ханым, сіз жуырда есту және сөйлеу қабілеті бұзылған азаматтардың құқығын қорғап, ымдау тіліне ресми мәртебе беру мәселесін көтеріп жүрсіз. Енді осы ретте жалпы қазіргі таңда сурдо аударма қызметін ғана атқаратын сияқты да енді ымдау тілі. Жалпы осы заң жобасы күшіне енсе қандай өзгерістер болады? Сол жайлы айтып берсеңіз, бұл сонда толыққанды қарым-қатынас тіліне айналады ғой, Рахмет шақырғандарыңызға. Шын мәнісінде енді бүгін ғана біз партиямыздың, Республика партиясының фракцияның кеңейтілген отырысын өткіздік. Дәл осы тақырыпта, өйткені бұл тақырып өте өзекті, қоғам үшін өте маңызды. Қазіргі таңда елімізде 32 мыңға жуық осындай есту қабілеті төмен немесе тіпті құлақ естімейтін азаматтар бар екен. Соның ішінде 5 мыңға жуығы балалар екен. Осыны мен өзім естіп, сол тұлғалармен танысқан кезде, орталарына барып, өз көзімен көрген кезде, жұмыс істейтін жерлерін, жалпы күнделікті баратын жерлерін көрген кезде, бұл тақырыпты көтермеске болмай қалды. Бейжай қарай алмай қалдық. Енді бұл жерде шын мәнісінде сұрақтар көп. Шетінен қазып, жаңағы тереңдей берген сайын мәселелер шыға береді екен. Тіпті бір 20-30 жылдан бері бұл тақырып тиісілмей, жаңағыдай жабылып қалып қойған секілді. Жабылып, көзден тыс, жалпы назардан тыс қалып қойған сияқты сондай сезілді маған. Бұл жерде енді біріншіден ең басты нәрсе сол тілінің мәртебесінің жоқтығы. Өйткені заңнамада нақты тілі дегеніміз ол мынандай, оны мынандай жағдайда қолданылады, немесе ол коммуникация құралы, немесе сөйлеу тілі деп нақты жазылғанда, бұл тілдің өзіндік заңнамада орны, мәртебесі болса, олар қарай басқа да салалық заңдарда болар еді. Ондай мәртебе болмағаннан кейін, ол тек қана сол шағын топ тұлғалардың мынандай сурдо аударма қызметін алу тіліне ғана қызмет жасап тұр. Әлеуметтік қызмет болып тұр ғой қазіргі таңда. Соның өзінде 60 сағат, жылына 60 сағат сурдо аударма беріледі. Өздеріңіз ойлаңыздар, ол адамдардың ауруханаға баруы бар. Басқа да мысалға тіршілігі. Сонға күнделікті 60 сағат деген
тіпті күнделік бір айға емес бір аптаға да жетпейтін сияқты ғой қарым қатынас жасау. оның күнделікті тіршілігін толық қамтымайды дейсіз ғой. Енді жаңа сіз өзіңіз айтып жатсыз ғой, сөзіңіз аузыңызда мынау 30 мыңнан астам мысалы есту қабілеті бұзылған жандар бар деп елімізде. Енді сан сала бар, бірақ соның ішінде мынау енді барлығы білімнен басталады ғой, білім тәрбиеден. Жоғары оқу орындарында білім алатындарын өзін есептейтін болсақ, сол сандардан енді жаңа өзіңіз сөйлетіп отырсыз ғой. Енді шыны керек адам шошиды, мысалға 200-ге де жетпейді екен білім алушылар. Бұл не себептен болып отыр қазіргі таңда? Енді өзіңіз қозғап отырсыз ғой, ол осы біздің жоғарғы оқу орындарының дайындығы мүлдем жоқ деген сөз бе, немесе гранттардың аздығы ма? Бұның ең негізгі себебі, жаңа мен айтқандай, тілде мәртебе жоқтығынан болып отыр. Сол үшін де оған жаңағыдай гранттың жеткіліксіз бөлінуі, сол мамандыққа жаңағыдай көп көңіл бөлінбеуі, сол мамандарға, сурда аудармашыларға көп көңіл бөлінбеуі содан болып тұр ғой. Немесе оларды оқытатын маман тапшы ма дегенім ғой. Маман да тапшы. Маман қашан неліктен тапшы болады? Өйткені бұл мамандықта адам жаңағыдай маман даярланбайды. Мысалы, жалпы бізде енді сурдопедагогика ғой. Осы салада жұмыс істейтін педагогиканың бөлімі сурдопедагогика деп аталады. Бізде жалпы арнайы педагогика саласы ақсаңдап тұр елімізде. Мен бұл сұрақты жалпы инклюзия бойынша жұмыс жасау барысында ылғи да айтам, өйткені өзім білім беру саласынан шыққанмын ғой, жалпы университет қабырғасынан. Сондықтан жоғары білім беру саласын енді жақсы білем. Және де осы арнайы педагогика, оның ішінде дефектология, логопед, тифлопедагог, сурдопедагог, басқа да жаңағыда неше түрлі неге бағыттарға бөлінеді. Жалпы сол арнайы педагогика бойынша мамандар тапшылығы бізде 4000 маман жетіспейді қазірдің өзінде. Соның ішінде сурдопедагог та бар. Бұл жалпы ерекше топтармен жұмыс істейтін мамандар ғой. Яғни осы сурдопедагог аз болғаннан кейін сурда аудармашы да аз болып тұр ғой. Тіпті ондай мамандық бізде жоқ. Сурда аударма деген мамандық жоқ. Бүгін біз фракцияның отырысында осы сұрақты кеңінен талқыладық. Мысалы, министрліктің пікірі бойынша бұл 4 жыл бакалавриат деңгейінде оқытатын жеке дербес мамандық болудың қажеті жоқ. Бізде арнайы курс бар, Абай университетінде ұйымдастырылған 80 сағаттық курс, сол жетеді сурдопедагог даярлауға. Мен оны мысалы филолог маман ретінде, мен қазақ тілі филологиясын айтсам ғой. Өзіңіз мұғалім сияқты, өйткені көбісі сөйлеуіңізге де мәнеріңізге тәнті болып жатады. Соны филологияны бітіргеннен кейін жалпы тіл білімін оқыдық. Ал тілі бұл дербес тіл, оның өзіндік құрылымы, синтаксисі, сөз жасамы барда, ол кәдімгідей тіл жеке. Ал егер ол тіл болса, біз мысалы аудармашы мамандығын 4 жыл даярлаймыз ғой. Онда неге тілінің аудармашысын кәдімгідей жеке мамандық етіп 4 жыл даярлаламасқа? Осы бойынша біз біраз пікір алмастық ана жерде. Яғни бұндай мамандық бізде жоқ, осындай мамандық ашу керек деген қорытындыға келдік. Түсінікті. Енді мына инклюзивті орта құру тек мемлекеттің ғана емес, сонымен бірге қоғамның да міндеті деп қабылдау керек шығар. Енді бір адаммен бітпейді ғой жұмыс деген. Өзіңіз айтып жатырсыз, жаңағы қазақ тілі пәнінің мұғалімісіз, сонда тіл мамансыз. Керемет. Енді сіздің жаңа сөйлеу мәнеріңізді айтып жатырмыз, қандай керемет деп. Өйткені бұлай енді қазаққа өйтіп таңғалмаймыз ғой, қазақша сөйлеп тұрса. Енді өзге ұлт өкілі болғаннан кейін, және қазақ тілінде өзге тілде сайрап тұрғаннан кейін, әрине керемет, өзіміз қызға қарап жатырмыз, бағалап жатырмыз деген сияқты. Сондықтан да енді айтыңызшы, жалпы осы тақырыпты көтеруге не себеп болды? Бұл тақырыпқа сіз қалай келдіңіз? Әлде біреу ұсынды ма, немесе өзіңіз бір балалық шақтан осыны қарап, осы тақырыпты төңірегінде бір уайымдап, әлде бір жағдайларға байланысты мүмкін осы тақырыпқа келдіңіз бе деген бір сұрақ туындап отыр менде. Рахмет сұрағыңызға. Негізі енді ол тақырып мен үшін жай әшейін тақырып емес. Өзімнің жеке басымда бар тақырып, өзімде
ерекше баланың анасымын. Негізі парламент қабырғасына келгеніме 1 жылдан сәл асты. Бірақ келе салысымен алғашқы аптада әлгі депутаттар парламентке келген кезде әрине әрқайсының өз мақсаты болады, өзінің ұстанымы, бағыты болады. Мен келген кезде бірден мен инклюзияны аламын деп шештім. Өйткені ол сала білім беру саласымен, әлеуметтік сала ғой, білім беру саласымен тығыз байланысты. Негізі кез келген сала білім берумен байланысты. Өйткені жаңағыдай зерттей келе, талдай келе, бәрі бір кадр мәселесіне, адами капитал мәселесіне келеді. Бір біліктілікті арттыру деген сияқты. Сондықтан өзім жаңа ерекше баланың анасымын. Мен балам да жас өспірім болып қалды, 14-ке келеді. Мені баламның жасы енді өскен сайын толғандыратын сұрақ, ойыма жиі келе беретін сұрақ. Ал 3 жылдан кейін 17-ге келеді, қазір 7-ші сынып бітірді, 3 жылдан кейін мектеп бітіретін уақыт болады. Мектепті бітіреміз бе, жоқ 9-дан кейін колледжге барамыз ба, университетке түсе ала ма, түсе алмай ма, қандай мамандық, қалай оқытады, ал қалай оқытады деген кезде менің анау өзімнің университеттегі тәжірибем көз алдыма елестеп кетеді да. Мен университетте қабылдау комиссиясында жауапты хатшы болып жұмыс істедім 6 жыл. Яғни осы талапкерлер мектептен енді ғана шыққан балалар келіп оқуға түседі. Сонда мынандай оқиға болды. Осыдан 2-3 жыл бұрын бізге университетімізге жаңағы коляскадағы бала келді оқуға, IT мамандығына. Бірақ та енді әрине мемлекет барлық жағдай жасаған. Гранттар бар, квота бөлінген, жатақхана бөлінеді, стипендия бөлінеді, барлық жағдай жасалған. Университетке кіретін пандус бар, лифт бар, ішіне кіреді жаңағыдай ғимаратқа қолжетімділік. Ал ары қарай мұғалімдер қалай оқытады? Мәселе сонда. Мен ана баланы қабылдадым, өзімнің жаңағыдай міндетімді атқардым. Содан кейін қыркүйектің 1-інде бұл баланы деканатқа апарған кезде деканаттың адамдары маған қалай қабылдадыңыз бұл баланы, біз қалай оқытамыз деп осындай сұрақ қойды. Қалай оқытамыз дейді. Яғни осы жерде осы сұрақ менің көз алдыма есіме түсе берді. Яғни мен де ертең ата-ана болып баламды алып барамын, мысалы аутизмі бар баламды. Қай вузға апарам мен оны? Өйткені мен білем, ешбір вуз аутизм бар балалармен жұмыс істей алмайды. Сонда әзірге бағдарламалар жоқ бізде, бейімделмеген. Мұғалімдерді оқытпағанбыз ғой. Бізде мұғалімдер қалай жұмыс жасайды аутизмі бар балалармен? Қиналады ғой. Ертең аудиторияда бірге бір қалатын бұл оқытушы менен сол бала, және де сол топ, өздерімен өздері қалады да, сол проблемалармен. Демек ерекше балаларға бізде әлі ондай деңгейге жетпедік, дайын емеспіз, Біз инфрақұрылымды дайындадық. Енді мейлінше қазіргі таңда пандуста бар, лифтте бар, барлығын енді инфрақұрылымды бейімдеп жатырмыз. Бірақ та енді мазмұнға көшетін уақыт. Ары қарай Бағдарламалардың, білімнің мазмұны, адами капиталдың дайындығы, яғни мазмұнға келетін уақыт келді. Енді қандай мәселелерді көтергеніңізді айтып отырсыз. Енді мына сіз ұсынған реформалар аясында деп айтайыншы, мына қарапайым мектептер бар, одан бөлек мына халыққа қызмет көрсету орталықтарының қызметкерлерін дейік, жалпы осындай жаңа өзіңіз айтпақшы тіліне бейімдеу деп жатырмыз ғой, оқыту жалпы міндеттеле ме жоқ па дегенде бір сұрақ туындап отыр. Енді тіліне келетін болсақ, қазір арнайы мектептер бар. Енді ол түсінікті, жалпы құлақ естімейтін бала кез келген мектепке бара салса, кез келген мектепте оны оқыта алады деген емес. Ондай өмірде ондай жоқ қазір. Бұндай балалар арнайы мектепте оқиды. Арнайы сондай бағыттағы осы саңырау балаларды оқытады, мектепке барып оқиды. Бұл жерде әрине мамандар бар. Бірақ та егерде басқа мектепке барса, бұл жерде бұл балаларға тілін емес, дактиль арқылы сөйлеуді үйретеді екен. Бұл жердегі енді мақсат түсінікті, жалпы біздегі білім берудің, осы инклюзивті білім берудің мақсаты баланы қоғамға интеграциялау, кіріктіру.
жаңағыдай ортақ сыныпқа кіргізіп жіберу, ол сонда әлеуметтенеді, кішкене бейімделеді, үйренуге ұмтылады. Жаңағы сөйлемейтін бала сөйлеуге ұмтылады, естімейтін бала жаңағыдай бәрібір дамуға ұмтылады, сондай мақсатпен. Бірақ та біз сол қоғам оның ішіне кіріп зерттеген кезде олар қатты қиналады екен. Тілімен сөйлескісі келеді, мектепте жоқ дактильмен. Сөйлетуге мәжбүрлейді екен. Методика соған икемделген. Көрдіңіз ғой, енді бұл сұрақты мен неліктен қойып отырмын. Мектептер, арнайы мектеп бар. Мамандар бар дедік. Мектепте оқыды, арнайы осындай мектепте. Одан кейін келетте жоғары оқу орны бар. Колледж бар, мысалы. Одан шықты, оқыды. Бірақ бұндай жалпы балалар кәмелетке толатыны бар, үлкен адамдар болмасын. Оларда кәдімгі мына қарапайым басқа адамдар секілді қызметке жүгінеді ғой. Міне осы жерде қиындық туындайды. Жаңа өзіңіз айтпақшы, тілі бар, жаңа дактиль деп атсыз ғой, бірақ оған қызмет көрсететін адамда мұндай дағдылар жоқ. Тілін енді білмейді, ондай тілде сөйлесе алмайды. Осы жерде меніңше мәселе, жоғары мәселе бар деп ойлаймын енді. Енді бізде тілінің деңгейі анандай болғаннан кейін, жаңа басында айттық қой, өзінің мәртебесі жоқ, сурда аудармашылар жоқтың қасы. Демек, бұл санаттағы бізде адамдар, азаматтарымыз қызмет алатын жерде, мысалы, соңға барса, қызметті ала алмайды, немесе толық қанды ала алмай қалатын тұстары бар. Жедел жәрдем шақырған кезде видео звонок болмаса, ол ана жерде енді диспетчер алло деген кезде ол сөйлей алмаса, ол диспетчердің алло дегенін естімесе, ол әзілдеп біреу қоңырау шалып тұр екен деп ойлауы әбден мүмкін ғой. Сол себептен видео звонок болу керек дейді. Ол қызмет бізде бар ма жоқ па? Қарастырылмаған. Сонда да тура сондай. Тіпті енді бізде стигматизация деген нәрсе бар ғой. Бәрібірде қабылдамау деген нәрсе бар. Немесе толық қабылдамау. Адамдар қай уақытта қабылдамайды, немесе түсінбейді, білім аз болған кезде. Осы жағынан бізде инклюзия жалпы қазір кейінгі уақытта қоғамда, әлеуметтік желілерде, қоғамдық жерлерде жалпы осындай ерекше балалардың ата-аналарына қысым көрсету, кемсіту, осындай мүгедектігі бар жандарға жаңағыдай кішкене басқаша көзқараспен қарау өкінішке орай бар. Және де қызмет көрсететін жерлерде, мысалы, соңға барамыз, менің ана жерде ымдап сөйлеп тұрғанымды көрсе, маған қызмет көрсететін адам қызмет көрсеткісі келмейді. Сондықтан мен аудармашымен баруым керек. Аудармашыға олар кезекке тұрады екен. Ол қай уақытта бос болады, өйткені оған очередь болады ғой, кезек. 60 сағат мысалы бөлінсе, соның кезегіне тұрады. Аудармашылар тегін ба айтпақшы? 60 сағаты тегін. 60 сағаты. Көрдіңізге өзіңіз айтпақшы, шынымен де, яғни бұл жерде мәртебенің шынымен де жоқтығы. Содан басталады. Ал тағы бір мәселе, былай сырт көзге ол енді адамдар білмеуі мүмкін. Сонымен байланысы бар. Сондай жағдайдан өткен адам ғана, оның бірі өзіңіз, сіз соны түсініп, осыған қазір көңіл бөліп, барынша осы мәселені көтеріп отырсыз. Біз де осы тұрғыда өзіңізден көп ақпарат алып, қазір тереңірек үңіліп отырмыз. Екатерина ханым, енді келесі мәселе ол цифрландыру мәселесі. Енді еліміз цифрлы Қазақстанды мақтан тұтқанымен, жалпы әлеуметтік салада әлі де бюрократия, ведомство аралық байланыстың жоқтығы байқала ма жалпы? Сіз соны байқадыңыз ба? Цифрландыру саласында. Цифрландыру саласында. Енді негізі цифрландыру деген үлкен сұрақ қой жалпы. Және де ол жеке дара тұрған бір сала емес, цифровизация деген. Ол негізінде, егер біз дұрыстап іске асырып, бұны дұрыс бағытқа салатын болсақ, цифровизация, жалпы жаңа технологиялар, жасанды интеллект технологияларын барлық салаларда тиімді пайдалануға болады. Мектепте, инклюзия саласында өте тиімді пайдалануға болады. Бүгіннің өзінде, мысалы, тілін біз талқылаған кезде, әрине сурда аудармашылар бізде аз, бірақ та жан-жағымызға қарайықшы, басқа мемлекеттерде, елдерде осы жасанды интеллект технологияларын пайдаланып ақ
сурда аударманың мәселесін шешіп отыр. Мысалы бізге фиксики мультигін көрсетті. Соның мультик болып жатыр, оның мына жағында кішкентай терезе бар, сол жерде сурда аударма жүріп жатыр. Жасанды интеллект арқылы жазылған. Бұл жерде жаңағыдай сурда аудармашы емес, жасанды интеллект аударып тұр. Яғни технологияларды қолдану арқылы осындай кадр тапшылығы мәселесінде, инклюзия мәселесінде шешуге болады. Сонда жасанды интеллект сурда аудармашы да бола алады ғой. Онда қолында ұялы телефоның болса, көрсетесің, онда сурда аудармашы да керегі жоқ деген сөз. Енді қазір деген әртүрлі, неше түрлі приложениялар жасап шығаруға болады. Жалпы жасанды интеллект деген ол не ғой? Жаңағы обучаемая языковая модель, тілі ол тіл. Егер де жасанды интеллектіні осыған бейімделіп сәл үйрететін болсақ, бізде де қазақ тілінде тілін жасанды интеллект арқылы сөйлетуге болады. Контент жасауға болады. Сурда аудармашылардың мәселесін осымен ақ шешуге болады деп ойлаймын. Сіз енді осы тұста дәл осы сала бойынша бірыңғай цифрлық модуль құруды ұсынған екенсіз. Енді ол жаңағы 3 сала бойынша жаңа айтып отқан денсаулық сақтау деп жатырық, білім беру, әлеуметтік қорғау, жалпы енді базаларын біріктіретін. Енді осы тұрғыда айтсаңыз, енді дәл осы 3 саланы жалпы министрлікті деп айталық, деректер базасын осының бір-бірімен сөйлеспеу салдарынан бір жаңағы айтқан ерекше балаларға қажеттілігі бар балалардың ата-аналарына делікші бір қиындықтар тап болатын сәттер бар ма жалпы? Бұл интегрированный модуль туралы айтып отырсыз. Бұл модульді негізі еңбек және халықты әлеуметтік қолдау министрлігі әзірлеп жатыр қазіргі таңда. Бұның негізгі мақсаты осы балаларды туғанынан бастап ересек болғанға дейін сүйемелдеу болып табылады. Яғни баланың тұтас туғаннан бастап маршрутын, траекториясын тізіп шығу. Және осы баланың туғанынан қай сала бірінші туған кезде денсаулық сақтау саласы ерте скрининг жасайды, дәрігерлер қарайды, бір жаңағыдай рисктар болса оған зерттейді, диагноз қояды деген сияқты. Одан кейін жаңағыдай 3 жасқа келген кезде мектеп алды даярлық деңгейіне келеді, балабақша мәселесі басталады. Бұл оқу ағарту министрлігінің қарамағында, ары қарай мектепке бару, жаңағыдай диагноз болса, онда оны ПМПК-ға жіберу, ол да оқу ағарту министрлігі. Одан кейін егер оған мүгедектік қойылып жатса, диагнозына немесе басқа нелеріне қарай, онда ол әлеуметтік қорғау министрлігінің қарамағында. Яғни осы 3 негізгі министрлікті бір жүйеге бір базаға ол цифрлық модуль база жасау ғой. Яғни барлық ақпарат сол ерекше қажеттілігі бар балалардың сол бірыңғай базада тұр. Бірыңғай базада, яғни бала туылды, ол скрининг өтті, мысалы туған кезде ақпарат ана модульге жинақтала береді және 3 министрлік қарап отырады. Егер бала мысалы диагноз алып дәрігерге бармай қалса, немесе ПМПК-ға бармай қалса, онда ана жерде қызыл ред флаг дейді ғой, жанып тұрады. Бала мына жерге бару керек еді, бірақ бармай қалды. Ата-анасына да, ана маманға да, дәрігерге немесе белгі ғой, белгі келіп тұрады. Және бұл жерде ата-аналардың да жауапкершілігі бар. Яғни белгі келіп тұрса, баланы демек ана жерге апару керек. Соның барлығын бір жүйеге біріктіретін үлкен интегральный модуль бұл әзірленіп жатыр. Енді оның дайын болуына 1 жылдай уақыт керек әлі де. Өте жақсы. Енді мына бір терезе принципі дейікші қағидаты бойынша, осы бағдарлама іске қосылған жағдайда баланы, яғни осындай ерекше балаларды ерте диагностикалаудан бастап, оны ары қарай мысалы оқыту, жұмысқа орналастыруға дейінгі кезең жеңілдей ме деген сұрақ туындайды. Жеңілдесе қаншалықты жеңілдейді? Яғни осы бір терезе бағдарламасы іске қосылғаннан кейін жалпы осы жердегі нақты алгоритмді түсіндіріп берсеңіз. Қалай жүреді? Оның негізі идеясы, мақсаты өте жақсы. Егер де жүзеге асса дейсіз. Сол қазір еңбек министрлігі әзірлеп жатқан сол цифрлық модуль шын мәнісінде өте сапалы әзірленіп іске асатын болса, шын мәнісінде осы еліміздегі 240 мың ерекше балалардың және балалардың игілігіне және олардың әке-шешесіне кәдімгідей жақсы қызмет жасайды. Қазіргі таңда бізде балалар көп жағдайда жүйеде адасып жоғалып кетеді. Қалай? Мысалы, былтыр жаңағы денсаулық сақтау министрлігінің скринингінен 120 мың балаға жаңағыдай
группа риска, яғни белгілі бір денсаулығында бір ауытқулары бар деген не қойылған, белгі қойылған. Сол 120 мың баланың 8 мыңы ғана ПМПК-ға келген. ПМПК дегеніміз ол бала бақшаға немесе мектепке барарда психолого-педагогический медицинский консультация ПМПК деп аталады. Оны негізі ерекше балалардың ата-аналары жақсы біледі. 8 мыңы ғана ПМПК-ға жеткен. Қалғаны қайда? Яғни бұлар ары қарай бармай қалған. Бұл модуль егер іске асса, мына балалар жоғалмайды. Жаңағы мен айтқандай флажок жанып тұрады. Егер ПМПК-ға жетпей қалса, оны ата-анасы апару керек болады. Өйткені біз заң жобасының аясында ата-анаға жауапкершілік жүктеп қойдық. Ол апару керек. Немесе ПМПК ол оқу ағарту министрлігіне қарайды ғой. Ана жетпей қалған балалар неге жетпей қалды деп олар ата-анасына хабарласады. Неге алып келмедіңіз деп. Немесе денсаулық сақтау министрлігі біз диагноз қойдық қой, неге ары қарай апармайсың деп. Яғни бала көрініп тұрады бір жүйеде. Алаңсыз үлкен бақылауда болады. Иә, ал қазір бәрі шашыраңқы. Ата-ана біресе жаңағыдай ВКК, врачебный жаңағы справка алуға барады, біресе ПМПК-ға жүгіреді, біресе жаңағыдай инвалидность алуға жүгіреді, жан-жаққа жүгіреді. Оның барлығы бір жерде тізіліп тұрған жоқ. Ары қарай қадамдар қандай? Қайда бару керек ары қарай? Ол да белгісіз. Ата-аналар қазір жан-жақта осы үш жүйенің арасында жүгіріп жүр. Ал анау істесе модуль, ата-ана үшін біріншіден жақсы жеңілдік болады. Керемет, шынымен көтерілген бастама екен. Яғни өзінің бір шешімін тапсын. Күтеміз. Иә, енді бұл жерде цифрландыру демекші, бізде ауылдық жерлерде интернет сапасы төмен, немесе деректер базасына қолжетімділік шектеулі деуге болады. Енді мұндай жағдайда цифрлық модуль енгізілсе, қала мен ауыл арасындағы теңсіздік одан да тереңдей түспей ме? Енді бұл модульдің жаңағы мақсатының бірі осы ауыл мен қала арасындағы жаңағыда айырмашылықты, арақашықтықты жою болып табылады. Яғни барлық балалар бір жүйеде болу керек. Көмекті қажет ететін, қолдауды қажет ететін балалардың барлығы бір жүйеде болу керек. Мақсаты да осы ғой. Жаңа мен айттым ғой, 120 мың баланың 8 мыңы ғана келген, қалған сонда 112 мың бала жоғалып кеткен. Оның ішінде ауылдың да баласы бар ғой, әрине. Бір тіркеліп тұр. Бірақ та орынды сұрақ, біз енді цифровизацияны қазір дамытамыз, жасанды интеллект енгіземіз деп жатырмыз. Мемлекет басшысының тапсырмасы бар. Алдымыздағы 3 жылдың ішінде барлық салаларға жасанды интеллектін енгізу деген. Барлық сала деген кезде білім беру саласы соның ішіне кіреді ғой, инклюзия саласы да. Барлық сала кіреді, яғни ал бұл жерде ауылдағы мектепке интернет таралмаса, оған цифровизация тұрмақ. Сабаққа қосылмай жатса балалар қайдан дамысын деген сұрақ орынды. Бірақ бұл бағытта жұмыстар жасалып жатыр. Былтыр жазда мен осы сұрақты көтергем. Сонда жасанды интеллект және цифрлық даму министрлігі 1123 ауылды, интернетке қосылмаған ауылды жаңағыдай сапалы интернетпен қамтамасыз ету туралы бағдарламаны бізде парламентте ұсынып, сол бойынша жұмыс жасап жатқандығын мәлімдеді. Шын мәнісінде қазір көптеген ауылдар тұрақты интернетке қол жеткізіп жатыр. Біз мысалы осы жуырда Алакөлге барып келдік. Әдетте енді ондай демалыс орындарында интернет болмайды ғой, үйреніп қалғанбыз ғой. Барған кезде жаңағыдай тұрақты интернет болды. Оған да қуандық. Осы ана аптада Алматы облысында біз Іле, Талғар, Қарасай аудандарындағы шалғай ауылдардың мектептерін арнайы барып көрдік. Бұл жерде де интернет тұрақты. Яғни интернет мәселесі шешіліп келеді, яғни цифровизация мәселесі де шешіледі деп енді соған әрекет жасап жатырмыз. Енді Екатерина ханым, мынау енді әрбір ата-ананың мазалайтын өзінің бір мәселелері болады ғой. Бұл әрине біздің балаларымыз, енді ата-ана болған соң оның ішінде мынау мектеп қабырғасындағы мәселелер, оның ең бір өзектісі әрине ол денсаулыққа алып келеді. Енді бұл сұрақ жаңағы мектеп асханасындағы мәселелер. Сол туралы айтсақ. Мектеп асханасында берілетін тамақтың сапасы, 500 теңгелік тағамның ішіне не кіреді, оның сапасы қандай деген сұрақ айтып отырмыз. Өткен жақында ғана
өзіңіз білесіз, әр өңірдің жалпы ауыл шаруашылығы, әр өңірдің табиғаты демекші, ресурстары қандай, соған қарай мектептеріндегі де тағамдар соған ерекшеленіп беріледі деген бір сондай тақырып көтерілді, шешім бар. Осы жерде сіз не айтасыз? Енді балалардың тамақтануы, сапалы тамақтану бұл баланың денсаулығына тікелей әсер ететін нәрсе. Біз енді мен мысалы инклюзия сұрағын мәселесін көтеріп жүргеннен кейін ол денсаулықпен тікелей байланысты. Осы сұрақты көтеріп жүріп тамақтану мәселесіне де келдім. Біздің жаңағы назар аударғанымыздың себебі, біз енді кәсіпкерлермен жұмыс істейтін партиямыз ғой, көбінесе кіші жаңағы орта бизнес мәселесін көтереміз. Ал мектептің тамақтануында мәселелер көп екенін байқадық. Мысалы, былтыр 25 жылы денсаулық сақтау министрлігі тамақтанудың стандартын, жаңа тамақтанудың стандартын бекіткен болатын. Бұл жаңағыдай стандарттан тамақтану мәзірінен бұрынғыдай қорылған бәліштер алып тасталынды, шұжықтар, жаңағыдай сыр, одан кейін тағы да біраз тағамдар алып тасталынды. Жаңа стандарт бекітті. Бұл жерде жаңағыдай тұздың, қанттың мөлшері азайтылды едәуір. Сонымен қатар еттің несі өсті. Жоқ, еттің тамақ ішіндегі үлесі өсті. Сүт өнімдерінің, көкөністердің, жемістердің үлесі өсті. Яғни бұның барлығы енді жақсы тамақтансын деген ниетпен жасалынған жаңалық қой. Бірақ та бізде өкінішке орай осы бір нәрсені ойлап тапқан кезде көп жағдайда ведомстволар бір-бірімен сөйлесе бермейді. Енді жаңа стандарт бекітіп енгіздік пе, әрине оған тиісті қаржыны да қарастырып қою керек едік қой. Бірақ та стандартты бекітті, оны жариялады, әр өңірге енгізіңдер делінді, бірақ та өңірлер өздерінің жылдық бюджетіне жаңағы тариф, жаңа қаржы қарастырмады. Ал бұл дегеніміз, яғни егерде біз мысалы 1000 теңгелік тамақты бер деп асханаға, өзіміз оған 500 теңге беріп тұрсақ, ол тамақ қайдан сапалы болсын? Әрине, сол балаға алдына тамақ қоям деген асхана сүттің орнына сүт өнімдерін, сырдың орнына сырный продукт, басқа да сұр нарықтағы бір өнімдерді алып пайдалануға мәжбүр болады. Біз соған итермелейміз да нарықты, кәсіпкерді. Оның алмастыру керек қой енді. Одан кейін біз бар басханаларды тексердік, желінбейтін тағамдар бар, оларды әзірлей бере береді балаларға. Оның 80% қоқысқа тасталынып жатты біздің көзімше. Мысалы, ленивый голубцы, оны айтып жүріп, біраз өңірлер мәзірлерінен алып тастады. Одан рыбный котлеті бар, мысалы, батыстың балалары, батыс жақтың балалары, олар балық жеп үйренген. Олар әрине балықтың котлетін жейді. Басқа өңірдің балалары оны жемейді. Оны не үшін оларға ұсынады? Мысалы, сондай нәрселерді бүйтіп көтеріп, айтып істетпесең, көп жағдайда істеліне бермейді. Осыны байқадық. Содан кейін балалар компотты ішіп, нанды жеп, асханадан шыға береді. Ленивый голубцы қоқысқа кетті. Бұл бюджеттің тиімсіз жаңағыдай пайдалануы, баланың ішіне бармаған тамақ. Ал бұл жалпы тамақтануға 192 миллиард теңге бөлінді. Осы бір жылға ғана, ел бойынша. Бұл үлкен қаражат, сондықтан оны тиімді пайдалану, бұл бәріміздің ортақ міндетіміз. Тамақты да ысырап етпеу керек мысалы. Осы ретте енді мектеп асханаларын тендер арқылы ең арзан баға ұсынған мердігерлерге беру жүйесі сапаның төмендеуіне алып келеді. Ол жасырын емес. Жалпы енді осы тамақтың сапасына кім жауапты? Әкімдік пе, болмаса денсаулық сақтау министрлігіне, болмаса оқу ағарту министрлігіне? Бұл жерде денсаулық сақтау министрлігі тамақтану академиясымен бірлесе отырып жаңа стандарт әзірледі. Олардың міндеті сол. Стандартты әзірлеу, мәзірлерді қарастыру, бекіту. Ары қарай соның дұрыс іске асуын қадағалау, іске асыру сапалы түрде.
бұл әрине жергілікті атқарушы органдардың, мектеп әкімшілігінің және сол тамақтануды өзінің жаңағыдай жауапкершілігіне жүктемесіне алған кәсіпкердің жауапкершілігі. Негізі бюджетті оған жергілікті акимат бөледі. Жергілікті акимат бөледі. Барлық мектептерде сол үшін де тариф әр өңірде әртүрлі. Яғни әр өңір өзінің мүмкіндігінше, өзінің жаңағыдай ерекшелігіне қарай, өздерінің бағаларына қарай, продуктының бағасына қарай бөліп, есептеп, тағайындайды да тарифті. Жауапкершілікте соларда. Диетолог мамандарды кірістіру керек шығар барынша. Қамқоршылық кеңес, әр мектепте қазір қамқоршылық кеңес бар, бракеражная комиссия құрылған, әр мектепте бақылауға алынған. Мысалы, мектеп басшылығы және әр мектепте жаңағыдай медбике бар ғой. Олар тамақты күнде тексеруге міндетті. Балаларға ұсынбастан бұрын медбике барып тамақтың жаңағыдай дәмін, сапасын, түрін көріп, балаларға жегізуге болады дегеннен кейін балаларға ұсынылады. Бұл үшін мектеп басшылығы жауап береді, егер балаларға бір нәрсе болып қалса. Бракеражный комиссияда апта сайын 2 аптада бір рет тексере береді. Одан бөлек сырттан келетін тексерулер де бар. Айына бір рет. Және де кез келген ата-ана мектептің асханасына мен барып жаңағыдай тамақты қараймын, тексерем десе, оған рұқсат. Негізде сондай қосымша функциялар осы жаңа стандарт енгізілгелі қосымша қарастырылған. Ол іске асып жатыр, негізі комиссиялар өте белсенді биыл. Сосын жалпы енді Екатерина ханым, енді осы тамақтану мәселесін енді қорытындайтын болсақ, мынадай сұрақ туындайды да, мен мысалға өзімде енді менде ата-анамын, балаларым бар, мектеп қабырғасында білім алып жүр. Мен өзіме бір енді ақпарат алу үшін әдейі арнайы сұрадым. Сендердің мектептерінде енді ол кәдімгі республикалық мемлекеттік мектеп қандай нелер сатылады? Қосымша мысалы ас мәзірінен бөлек, енді мысалы өз қаражатына алуға болатын қандай жаңағы тағамдар ұсынылады деп ем. Сусындар сатыла ма деп сұрадым. Сатылады деді. Ол қандай сусындар? Оның бәрін сұрап алдым. Демек, жалпы әлі де мектеп жаңағы нелері, асханалары ашық түрде сатылып келеді. Енді осыны заңнамалық тұрғыда бір тыйым салу мәселесі көтерілді ме? Жалпы қарастырылып жатыр ма? Ақшалықты рұқсат берілген. Иә. Сіз жаңа айттыңыз ғой, біраз жаңағы тез әзірленетін фастфуды бар, энергетикалық сусындар былай жойылды деп, бірақ әлі де сатылатын сияқты. Әлі де сатылады. Сөзіне қарағанда. Енді жаңағы тамақтану стандарты бекітілді, енгізілді. Менің жаңа айтып жатқан тамақтану мәселесі бұл тегін тамақтануға қатысты. Ана бастауыш сынып оқушылары 1 мен 4 сынып аралығында. Және де 5 мен 11 сынып аралығындағы әлеуметтік топқа жататын балаларға қатысты. Нақты мәзір. Олар тегін тамақтанады. Және осы бекітілген мәзірлер бойынша. Абырақта бұдан бөлек әр енді мектепте буфет деген нәрсе бар ғой. Бала егерде қосымша басқа тағам жегісі келсе, тоймай қалса деген сияқты. Немесе оның талғамындағы бар тамақ ана жерде ұсынылмаса, ол әрине сатып алуға мүмкіндік болу керек қой. Бірақ та соның өзінде негізі мектептерден жаңағыдай. Бұл жерде де дұрыс тамақтану өзіңіз айтыпсыз, отбасы деңгейінде біз бұл мәдениетті қалыптастыруымыз керек. Зиянды сусындар алынып тасталған негізі. Энергетик деген сияқтылар оқу орындарында сатылмайды мысалы мүлде. Бірақ та енді әрқашанда біз осы мәселелерді көтерген кезде жүйеге тіреп қойғымыз келеді. Негізі бұл баланың үйдегі тәрбиесіне де көп нәрсе байланысты ғой. Егер ата-ана баламен үйде жұмыс істесе, осыны айтса, тәрбиелесе, бала үйде дұрыс тамақтанса, онда мектепте де бала дұрыс тамақтанады. Оған да құмар әуес болмайды дейсіз ғой. Бірақ енді дей тұрғанмен баланың аты бала, баланың ісі шала деген бар қазақта. Ата-анадан немесе көзден тыс былай шыққан кезде балалар жаңағы өзіңіз айтпақшы дүкендерден фастфуд, газдалған сусындар алып ішкісі келіп тұрады, шырындар неше түрлі, иә? Тыйым салған сайын керісінше бір әуестенеміз. Солай ғой өзі. Сондықтан рұқсат бермеген сайын, жоқ деген сайын бала оған былай талпынып, одан сайын әуес ынтық болып тұрады екен. Енді бұл жерде қосып кетейін, бұл жердегі сол үшін ғой жаңағыдай бұл тыйым салу емес қой, жаңа стандарт, осы жасалып жатқан әрекеттердің барлығы тыйым салуға бағытталмаған. Шын айтасыз, рас,
тыйым салған сайын бала соны істегісі келіп тұрады, өйткені ол бала. Бірақ та не үшін біз осы тегін тамақтануды енгізіп жатырмыз, жаңағыдай форматта, жаңағыдай арнайы мәзірмен. Негізгі түпкілікті мақсаты, тіпті осы тегін тамақтану не керек, осыны алып тастайықшы, оның пайдасынан жаңағыдай проблемалары көп дегенде пікірлерді естіп жатамыз, комментарийге ата-аналардың өздері жатады, осыны алып тастайықшы деп. Бұның түпкілікті мақсаты балалардың бойында дұрыс тамақтану дағдыларын қалыптастыру, вкусовые привычки дейді ғой, жаңағыдай привычки питания. Бұл тамақтану мәдениетін тәрбиелеу, қалыптастыруға бағытталған. Егер де кішкене болса да, жаңа ең құрығанда мектепте осы тәрбиенің бір үлгісін көрсетсек, бұл дағдыларды хотя бы мектепте қалыптастыра бастасақ, онда балалар ары қарай ойланады, ата-ана да ойланады. Осы мектепте ме, қай пәнде осы жайында көбірек айтады? Мысалы, биология пәнде адамның мағзасы, қандай жалпы денсаулығы жайында көбірек айтады. Сол кезде де осындай дүниелерді насихат жаса көбірек айту керек шығар балаларға, иә? Мысалы, айналып келгенде, мысалы, дұрыс тамақтану сенің болашақтағы өміріңе көп әсерін тигізеді, денсаулығың бар деген секілді, үйде болмасын, түзде болмасын, мектеп қабырғасында көбірек айту керек шығар. Ал енді жаңағыдай тыйым салған сайын олар ынтық болып тұрады, соны алғысы келіп тұрады дейміз ғой. Оны енді мына ата-аналармен жаңағы қыдырғанда, сапарларға шыққанда, турист болып басқа елдерге барғанда, ол бала енді анда-санда арасында рұқсат беріп қоятын ата-аналар болады, жоқ емес, оны өзімізде көріп жүрміз. Енді осы тұрғыдан, мысалы, Екатерина ханым, өзіңіз республика партиясының өкілі ретінде бағанан бері балалар жайында, денсаулығы жайында, инклюзия деп көтеріп жатырмыз ғой. Сіздің көтеріп жүрген мәселелеріңіздің тағы бір ұшы айналып келгенде мына креативтік индустрия, жастар саясаты, одан бөлек мына туризм мәселелеріне де келіп тіреледі екен. Енді бұл мәселені осы біздің бүгінгі подкастта қозғасақ. Жалпы Қазақстанда ішкі туризмді егер айтатын болсақ, жол бойындағы кейбір дәретханалар, болмаса қонақ үйлер сын көтермейді. Оны мен айтпасам да барлығымыз да білеміз енді, қыздар. Сондықтан да бұл ретте инфрақұрылымдық мәселелерді шешудің қандай нақты жолдарын айта аласыз? Енді тек бюджет қаржысына сеніп отыра береміз бе бәріміз? Туризм мәселесінде жүйелі түрде көтеріп келеміз. Мен өзім 4-5 депутаттық сауал жолдадым осы бір жылдан бері. Өйткені туризмнің болашағы зор негізі. Және де президентіміз әрқашанда туризмге ерекше көңіл бөледі. Ол біздің экономикамыздың жаңа өсу нүктесі деп айтады ылғи да. Яғни осы туризмді дамытудың бізде әлеуеті жоғары. Өйткені еліміздің жеріміз байтақ, бізде 4 мезгіл уақыт бар. Қыстық туризмді де жаңағыдай шаңғы туризмі деп жатырмыз ғой. Оны да дамытуға болады, жаздық туризмді де дамытуға болады, пляжный дейді ғой. Экотуризм бізде, ауыл шаруашылығы дамыған, агротуризм қазір үлкен тренд. Осының барлығын біздің елімізде дамытуға болады. Және де жыл сайын елімізге деген қызығушылық артып келеді. Өйткені жалпы осы көшпелі халықтардың мәдениеті, салт дәстүрі өте қызықтырады қазір шетел азаматтарын. Бізге экотуризм үшін келеді. Тауларда мысалы шаңғы тебуге, осының барлығын пайдалану керек, бірақ бізде инфрақұрылым мәселелері де бар сонымен қатар. Өйткені енді оларға жету керек қой, оларға жету керек. Қиын жақта орналасқан ғой, шынын айтқанда. Иә, бұл жерде енді жол мәселесі, интернет мәселесі, су мәселесі, жаңағы көп жерлерде мысалы тіпті ішетін су тартылмаған. Балқашқа бардық былтыр. Өте жақсы өзіміздің інжуіміз ғой бұл Балқаш деген. Абрақта бұл жерде Балқаштың несіне барсаң жағалауында интернетсіз, мобильді байланыссыз үзіліп кетесің де әлемнен, пәленбай сағатқа. Одан кейін ішетін су жоқ, өзіңіз айтқандай, әжетхана жоқ, ешқандай коммуникациялар жоқ. Алакөлдің жағдайы енді қазір тәуір болды, бірақ бұл жерде де бұл мәселелер
әлі де орын алып жатыр. Мысалы ТБО, қоқыс тастау мәселесі, канализация жүйесі, осының барлығы әлі де өзекті. Бұл базалық инфрақұрылым ғой. Осы мәселелерді біз шешіп алмайынша біздің туризм сондай қатты қарқынмен дами алмай отыр. Енді қанша уақыт керек бұл мәселелердің бәрін шешу үшін? Бірақ енді қазір бетбұрыс жақсы. Жылдан жылға туризм саласына тартылып жатқан инвестициялар артып келеді. Бюджет тарапынан қарастырылып бөлініп жатқан жергілікті атқарушы органдарда өздері көп қаражат қарастырып бөліп келе жатыр. Мысалы, кеше ғана Алакөлге барып келдім. Үкімет басшысы осы биыл сәуір айында барып 10 миллиард теңге бөлінді. Сол Алакөлдің өзін жаңағыдай реттеу үшін қазір маусымға дейін дайындап. Көптеген жұмыстар кәдімгідей қызу жүріп жатты. Мен осы мамыр айында бардым. Жақсы қадамдар бар. Интернет тартылып жатыр, жаңа айтылды ғой. Мен мысалы қаңтар айында Баянауылға бардым. Саздыкөл деген жер бар. Бұл да біздің ұлттық паркке жатады. Жасыбай деген жер. Бұл жерде де интернет тұрақты. Әдетте біз үйренгенбіз ғой, бір ұлттық паркке барсаң болды, бір цивилизациядан үзіліп қалғандай боласың, әсіресе тау бар жерге барсаң. Бірақ жоқ, бұл жерде жақсы интернет жылдам істеп тұр барлығы. Ол қуантатын нәрсе. Бірақ сұрақтар әлі де көп. Әлі де көп. Бірақ жалпы туризм мәселесі бүгін тәртібінде тұрған мәселе, сондықтан бүгін де үкіметте қаузалды осы мәселе. Сондықтан бұл жерде тағы да бір нәрсе, туризмді дамытамыз деп біз өзіміздің тарихи, табиғи байлығымызға, нысандарымызға зақым келтіріп алмауымыз керек. Сол балансты ұстауымыз керек. Оған тиісті нормалар, заң шеңберінде тиісті ережелер бекітілу керек. Мысалы, кеше ғана Маңғыстау облысында жер асты мешітіне пластикалық терезе салып қойды. Белгісіз біреулер. Былтыр мен жазда Ұлытау облысына бардым, сонда Әулиетауда жаңағыдай тағы да белгісіз біреулер Әулиетаның басындағы табличкаларды қиратып кеткен, сындырып. Тергеу жұмыстары жүріп жатты біз барған кезде. Сол облыста петроглифтер бар. Олар эрозияға ұшырап жатыр. Оларды да бір қорғаудың тетіктерін ойластыруымыз қажет. Маңғыстау облысында жер асты мешітіне шырақшылармен кездескен кезде бәрі жақсы, туристер келеді, қызығады. Бірақ та солар былай жаңағыдай ұзын юбкалармен кірсе, ашық шашық кірмесе, қолында жаңағыдай ішімдіктер ұстамай кірсе дейді. Ол мешіт қой. Сондай тәртіптерді бекітіп алуымыз керек, және оны қадағалау керек қой. Сондай нәрселерді біз іске асыруымыз керек. Өйткені туризм дамиды, туристер саны жыл сайын көбейіп келе жатыр, бірақ та мына байлығымызды сақтап қалуымыз керек, кіршіксіз күйінде. Және мәдениет сұрақтары бар, қауіпсіздік мәселелері бар. Былтырдың өзінде суға қаншама адам батып кетті. Өйткені қарапайым қауіпсіздік ережелері сақталмайды пляждарда. Оған өте мұқият болу керек, өйткені турист бірінші кезекте қауіпсіз жерге келуін қалайды. Біз ең алдымен туристің қауіпсіздігін ойлауымыз керек. Одан өзіміздің жеріміздің жаңағыдай сақталып қалуын, ешкім қоқыс тастап кетпеуін, кірлетпеуін, ластамауын қадағалауымыз керек. Енді осы айтатқан бұл да енді сан саладағы проблемалар ғой, бірақ қай саланы алсақ та өзіңіз айтыңыз, ол білім беруден басталады деп. Оның негізгі тетігі де жаңағы өзінің фундаменті де сол білім ғой. Біз сол біліктілікті, білімді, осы мәдениетті, тәрбиені қалыптастыру арқылы біз сондай бір жетістіктерге сіз айтқан жаңағы бір реформаға жетеміз. Енді осы ретте мына білім беру жүйесі біздің шыны керек осы сіздің айтатқан жаңағы талаптарыңызға бір сай келмейтін сияқты да, өйткені нарық өзі көп нәрсені жоғары талап етеді. Мысалға жұмыс беруші дипломы бар мысалға маман деп айтуға келеме жоқ па, мысалы мамандық иесін алды жас түлекті, одан кейін ол одан не талап етеді? Одан бөлек сол қағаздан, құжаттан бөлек міндетті түрде ода креативті бір ойлау өзінің жүйесі қалыптасқан тұлға болу керек. Ол яғни digital skills дейміз ғой қазіргі тілмен айтқанда, енді түрлі одан бөлек жасанды интеллект енгізіліп келеді. Сондықтан жан-жақты осына талап жоғары сияқты. Қаншалықты енді осыны бір білім беру жүйемізді бір болашақтың осындай болашақ мамандықтарына делікші бейімделу үшін біз қандай бір реформаны қолға алуымыз керек?
Бұл ең басты тақырып шығар деп ойлаймын. Негізі біз сөзіміздің басында айтып кеттік қой, барлығы кадр даярлаудан, маман даярлаудан басталады, яғни адами капиталдан басталады, иә. Сол үшін де біздің жаңа конституциямыздың да қақ ортасында біз адамды бекіттік. Адам, одан кейін қалғаны соның төңірегінде. Еліміздің басты байлығы адам, адами капитал. Сол үшін де жаңа конституцияда білім, ғылым, инновация, технология, негізгі стратегиялық бағыттар деп бекітілді, иә. Оған дейін бұндай болмаған ғой. Яғни осы бағыттарға ерекше көңіл бөліну тиіс. Бұл біздің адами капиталды байытады. Ғылым, білім, технология. Осыған қарай бетбұрыс жасауымыз керек деген сөз ғой. Яғни ары қарай да еліміз осы бағытта жұмыс жасап дамитын болады. Әрине білім беру саласында біз жақсы жетістіктерге қол жеткіздік. Біздің елімізде қазіргі күннің өзінде 33 жоғары жаңағыдай шетелдік топовый дейді ғой, әлемдік үздік оқу орындарының филиалдары ашылып та жатыр, иә. Оның барлығы не үшін істеліп жатыр? Біздің өзіміздің ақылды балаларымыз өз елінде жүріп, бойындағы талантын, әлеуетін толық ашу, өз елінде жүріп ашылуына мүмкіндік жасау. Халықаралық деңгейде. Осы еліне жүріп білім алып, осы елінде қызмет ету. Яғни біздің талантты балаларымыз жаңағыдай шетелге кетіп қалмау үшін. Бір кезде біз утечка мозгов деп айттық, иә. Талантты жастарымыз бір уақытта жаңағыдай жан-жаққа кетіп қалды деп айттық. Сол үшін біз қайта сол үздік университеттердің филиалдарын елімізге әкеп жатырмыз. Бұл да адами капиталды, білімді, ғылымды дамытуға бағытталған қадамдар. Бірақ та енді әлі де істейтін сұрақтар бар, жұмыс көп, мәселелер де аз емес. Мысалы, туризм саласының өзін алатын болсақ, осы біз айтып кеткен салалармен байланыстыратын болсақ, туризм саласы ол да басқа салалар сияқты адам арқылы дамиды. Мысалы, бізде жақсы дайындалған гид болмаса, экскурсовод болмаса, туризм қайдан дамысын? Бірнеше тілде сөйлейтін, өйткені турист келген бетте оны бірінші сәлеметсіз бе деп қарсы алатын, оған қызмет көрсететін сол гид қой. Гидтің аузынан шыққан ақпаратты турист қабылдайды да елді сол арқылы таниды. Яғни еліміздің визитный карточкасы да осы гид. Ал сапалы гид даярлап жатырмыз ба біз? Сол мәселені де мен бірінші депутаттық сауалымда көтерген болатым. Иә, бізде өзі ол мамандыққа көп түсе бермейді. Бізде енді біраз оқу орындары осы мамандық бойынша даярлайды, бірақ ол даярлықтың сапасы да әр кезде әртүрлі деген пікірлерді естиміз. Не істеу керек? Білім, әсіресе жоғары білім, әрқашанда ғылыммен және индустриямен тығыз байланысты болу керек. Үшеуі бірге жүрген кезде ғана ол дұрыс дамиды. Ғылымсыз білім жоқ, иә? Егер нарықпен байланысты болмаса, ғылым мен білім, онда олар нарықтағы сұранысты білмейді, олар дамымайды. Яғни осы үшеуін байланыстыру арқылы ғана біз жоғары білім саласын дамыта аламыз. Осы ретте енді Екатерина ханым, біз кішкене көрерменмен байланыс жасасақ, мына жерде Нұрлан Бекжанов деген мырза цифровизация дамыған жоқ Қазақстанда деп жазыпты. Одан кейін цифровизация кадрға байланысты жұмыс жасай білсе дейді. Оны сіз атап өттіңіз, енді адами капиталға, кадрға байланысты, білім беруге байланысты, жаңағы педагогтерді дайындау керек, гидтерді дайындау керек. Сонымен қатар жасанды интеллектпен де жұмыс істейтін мамандарды дайындау керек. Ол сұрақты өте өзекті. Біз оны әрдайым парламент қабырғасында көтеріп келеміз. Шын мәнісінде қазір енді цифрлық технологияларды енгізу керек деп жатырмыз. Тіпті студенттердің барлығын осы цифровизацияны енгіземіз деген кезде жасанды интеллектке оқыту керек деп 650 мың студентті AI сана деген бағдарламаны дереу іске қосып студенттерді оқыта бастадық та, ал оқытушылар ше? Оқытушылар жаңағыдай ілесе алмай қалды. Біз ана студенттерге, балаларға, оқушыларға дейміз де, ал оларды оқытатын мұғалімдер ше? Оқытушылар ше? Оқушы оқытушыны үйретіп тұрмау керек қой, бір сөзбен айтқанда. Сондай заман болып кетпесін. Сондықтан алдыменен мұғалімдерді әзірлеуіміз керек.
оларды оқытатын мамандарды да оқытуымыз керек. Егер елімізде болмаса, оларды оқытатын маман шетелден алдыру керек, немесе шетелге болашақ бағдарламасы арқылы жіберіп оқытып алу керек. Енді тетіктер бар ғой. керек жерлерде жасанды интеллект, цифровизация деп жатырмыз. Оның да дамығаны әрине дұрыс қой енді. Бірақ десек те білікті, білімді деп екі сөзді қатар бекер айтпаймыз, әрдайым айтқанда бірге жүреді ғой. Сондықтан білімді, білікті, өзге елден турист болмасын, қонақ дейміз ғой енді, оны бір сөзбен айтқанда. Келгенде әр ұлттың өзінің осындай білікті, білімді маманы болу керек, алдынан шығып, сәлеметсіз бе, қош келдіңіз деп тұратын, роботтан бөлек. Меніңше. Иә, робот бар елде де бар өйткені. Сондықтан да ұлтымыз кім, жеріміз қандай, жеріміз кім, атымыз кім демекші. Солай сияқты. Енді дұрыс әрине білім, біліктілік, жаңағы жалпы тәжірибе, оның барлығы маңызды. Одан бөлек жаңағы Екатерина ханымна, өзіңіз депутаттық қызметіңізде жүргенде, енді біз мына ақпарат айдында жүрміз, әрбір қозғалып жатқан өзекті мәселелерді қамтып жүрміз, қарап біліп жүрміз. Осы ретте қай депутат, қай сауалды, қай тақырыпты көтеріп жатыр, қаншалықты маңызды. Тек қана көтеріп қана қоймай, оның соңына, оның шешіміне жеткенше асығатын, соған барынша тырысып жұмыстанатын депутаттарды да көріп жүрміз. Бір сөзбен айтқанда, осыны қозғап отқан себебім, сіз осы депутат ретінде сіз сөз бен істің бірлігіне қатты мән беретініңізді біз байқадық. Жаңағы айтып отқан, қанша көтеріп отқан мәселелеріңіз бар, өте өзекті, маңызды, білмейтін тұстарын біліп отырмыз. Енді осы сіздерге көп сұрақтар жолданады, үкіметке, одан бөлек жолданған сіздердің тараптарыңыздан сауалдар бар. Көбінде мәселе қарастырылып жатыр деген сырғытпа жауаптар да келетін жағдайлар бар. Енді осындай атқарушы биліктің салғырттығымен сіз бен біздің фракция қалай күреседі деген сұрақ туындап отыр өзіңізге. Бізде енді шай ішіп алсаңыз болады. Жауаптың алдында бір сізге үшеуміз жабылып сұрақтың астына алып жатырмыз. Енді өйткені сұрақтардың бәрі маңызды да, шыны керек. Енді сан сала бар әрине. Республика партиясы деп отырсыз ғой, жалпы осы мен жаңа айтқан сұрақтың түбіне, әрқайсының түбіне қалай жетеді сұрақ ғой. Қозғаған өзіңіздің көтерген мәселеңіздің шешімі шыққанша, асығып соның соңына жеткенше тырмысып, тыраштанып жүгіріп жүретін депутаттардың қатарына енгізіп отырмыз сізді. Рахмет. Біз әрқашанда айтамыз, Республика партиясының бір ерекшелігі бар. Бізде мысалы фракциямыз ғой, бағыттарды бөліп аламыз. Мысалы менде туризм бағыты, жаңағыдай ерекше балалардың тақырыбы бар, андай деп әрқайсымызда өзі 4-5 бағыт бар. Осыны бөліп алған кезде әр бағыт, әр тақырып жеке жоба ретінде қарастырылады. Яғни мен жаңа айттым, туризм туралы 1 жылдан бері осы мәселені айтып жүрмін, көтеріп жүрмін. 5 депутаттық сауал жолдаппын. Әлі де айта берем бұл тақырыпты. Біздің фракцияның күн тәртібінен ол түсіп қалмайды екен. Құрылтайда да біздің партияның депутаттары бұны жалғастыра береді. Өйткені ол партияның бағдарламасында бар. Және де көтеріп қана қоймай, депутаттық сауалды жолдап қана қоймай, әр жаңағыдай жан-жақты іске асуын, бір нәтижеге жетуін мақсат етеміз. Туризм саласы бойынша біз мысалы депутаттық сауал жолдадық, ол өз алдына мына туризм туралы заң жобасы болды 2025 жылы, президентіміз қол қойды, мәжілісте қаралды. Оған біз бір пакет түзетулер жолдадық, оның бір шамасы қабылданды. Ол кәдімгідей концептуалды, жүйелі мәселелерді шешуге бағытталған поправкалар. Яғни жан-жағынан заңға нормаларды енгізуге тырысамыз. Депутаттық сауалды жолдаймыз, жаңағыдай үкіметпен тығыз жұмыс жасау үшін, сұраққа назар аудару үшін. Қоғамдық бірлестіктермен де кездесеміз, өңірлерді де аралаймыз. Мысалы, біз енді 6 депутатпыз, бірақ та 60 депутатқа татитын жұмыс істеуге тырысамыз мейлінше. Былтырдың өзінде маған туризм бөлінгеннен кейін
осы туризм бағыты қай өңірлерде қатты дамыған 6-7 облысты таңдап алдым да жаз бойы демалмай шілде тамыз Аралап 7 шықтыңыз. облысты аралап шықтым. Өйткені оны мінберден жаңағыдай көтерген бір бөлек, ал бірақ та менің қағидам, мәселені айтпастан бұрын барып көзбен көру керек. Алакөл ма, мен көзмен ана көлді көрем, кәсіпкерлермен сөйлесем. Берега укрепления мәселесі ма, мен көрем көзіммен қандай о жерде укрепление тұрғандығын. Немесе қоқыстың қалай жатқандығын сол жерде. Одан кейін барып айтам. Инклюзия бойынша да, мысалы, ымтілі дедік, бірден ана қоғам бар ғой, саңыраулар қоғамы. Қоғамға бардық. Олар өздері швейный цех бар екен, жиһаз жасайтын цехы бар екен. Цехіне барып көрдік, қандай жағдайда жұмыс жасайды. Жұмыс жасап жатыр ма жалпы? Қанша адамдық жұмыс орны бар? Одан кейін сол қоғам мүшелерімен кездестік. Ішінде жас өспірім бар, зейнеткер бар. Ол кісілердің қуанғандарын көрсеңіздер, ана көзіндегі үмітті көрсеңіздер. Соның барлығын көріп, барып, мінбеден айту керек. Біздің қағидатымыз осы да. Негізінде енді нәтижеге жетеміз деп ойлаймын. Жақсы, енді бұл жұмыстарыңыз енді әрине көрінетін жұмыс. Дұрыс, енді сіздерді халық таңдады. Халықтың қалаулысы деп босқа айтпайды. Сондықтан осы халықпен қаншалықты тығыз жұмыс жасайсыз, қаншалықты байланыстасыз. Енді халықтың, осы сізді сайлаған халықтың тарапынан түсетін сауалдарға қаншалықты сіз уақытында, дер кезінде жауап бересіз? Енді 24/7 ашықпыз, негізі. Сұрақтар келеді. Хаттардан бөлек Міндетті түрде жауабын бересіз. жеке телефонға, мессенджерге, WhatsApp-қа керек болса, WhatsApp-тың номерін білмегендер үшін Instagram-ның дайректіне жазады елдер. Міндетті түрде барлығына жаңағыда өтінішінің түскен жеріне қарамастан, мессенджер болсын, өтініш болсын, ресми жаңағыдай портал, бірден жауап беруге тырысамыз. Кездесем деген адамдармен кездесеміз, Астанада болса қабылдаймыз. Бізде енді білесіздер, мәжілісте қоғамдық қабылдау бар, депутаттардың барлығы не бойынша, кезек бойынша, график бойынша халықты қабылдайды. Мен өзім биыл 3-4 рет қабылдау ұйымдастырдым. Одан бөлек партияда қабылдау бар, әлеуметтік, қоғамдық қабылдау. Одан бөлек бізде партиямыздың бір ерекшелігі фабрика решений деген жоба іске асқан, платформа ол. Не үшін? Өңірлермен әрқашанда байланыста болу үшін. Біз мына жерде елордасында отырып жабылып қалмауымыз керек та. Өңірлерде болып жатқан нәрселерді әрдайым күн сайын в режиме реального времени дейді ғой, біліп тұруымыз қажет. Сол үшін фабрика решений, оған бұл платформаға бізде өңірлерден өтініштер түседі, проблемалар түседі. Біз оларды жүйелейміз де, ең жаңағыдай көп айтылған мәселелерді бірінші кезекке шығарамыз. Одан кейін фракцияда төраға бізге бөліп береді, сен мынаумен айналысасың, сен мынаны шешесің деген сияқты. Сондықтан осындай тиімді тетіктеріміз бар. Мейлінше халықпен, сайлаушыларымызбен байланыста болу үшін. Тығыз байланыстамыз дейсіз ғой. Енді осы жерде жаңағы Мақпал айтты ғой, бізге келіп жатқан сұрақтар көп, бірақ оның ішінде біз таңдап, теріп, маңыздысын ғана қоямыз. Өйткені біздің өзіміздің осы жердегі беріп отқан ақпаратымызға қайшы келетін сұрақтар болады. Немесе енді жаңағы өзіңіз айттыңыз ғой, жаңағы мектептегі асханалардағы тамақтың сапасына байланысты сол тақырыпқа бір қайта оралып, мына бір оқырман көрерменіміздің сұрағын оқиын. Жаңа айттыңыз ғой, мектептерге кіріп, қазір кез келген атана баласының тамағының сапасын көре алады. Ондай мүмкіндік бар қазір, осы жаңа стандарттарға енгізілді, рұқсат бар деп. Соған бір көрерменіміз жазған екен, енді мектепке барса кіргізбейді. Қалай біз оны көре аламыз деп отыр ғой енді. Егер мектепке барды, бүгін мен баламның тамағын көргім келді, не ішіп жатыр, не дайындап беріп жатыр. Ол негізі шынымен өте дұрыс шешім шығар. Енді әр ата-анамен жүретін енді аспаздардың да уақыты жоқ, бірақ дегенмен де сырт көзбен бақылап қарауға болады. Оған мектепке қаншалықты рұқсат алу керек, немесе қалай кіру керек, барғанда не деп айту керек ол үшін. Осы жөнінде сіз кеңесіңізді айтып жіберсеңіз, оқырманымыз жауабыңызды күтіп отыр екен.
Иә, негізінде сұрақ маңызды, өзекті. Өйткені қазір мынау мектептегі тамақтану мәселесі әрбір ата-ананы қызықтырады. Балам қандай тамақ жеп жатыр деген сұрақ. Жаңа мен сөзімде айтып кеттім, негізі әр мектепте бракеражный комиссия құрылған. Ол комиссияның құрамына міндетті түрде ата-аналардың өкілдері, әр мектепте сосын қамқоршылық кеңес бар ғой, попечительский совет деген. Бұл попечительский советтің құрамына ата-аналар да кіреді. Сол қамқоршылық кеңестің өкілдері, жалпы родительский комитеттің өкілдері, мектептің медбикесі, басшылығы, басқа да қоғамдық бірлестіктерден, керек болса маслихаттан, жалпы өкілдер кіре береді. Ол комиссия енді общественный проверка сияқты ғой бұл. Иә, дұрыс. Ол рұқсаты бар. Иә. Апта сайын 2 аптада бір рет тамақты тексере береді. Бірақ негізі ата-аналарға да енді әрине мектеп әкімшілігін ескертіп барып, мектеп асханасына кіріп, тамақты көруге болады. Бірақ та енді ары қарай жаңағыдай кухняға кіріп кетіп, тамақты әзірлеп жатқан кезде, дайындап жатқан кезде қарауға ондай рұқсат жоқ. Өйткені жалпы тамақты әзірлеп жатқан жаңағыдай кухняға доступ бола бермейді. Ол енді андай не ғой? Ол жерге белгілі бір талаптарға сай болып кіру керек. Тек қана сол қызметкерлер, асхананың қызметкерлері ғана кіре алады бұл жерге. Мүмкін сол жерге кірем деген шығар ата-ана, білмейміз ғой. Бірақ негізі асханада тамақтану барысын келіп көруге болады. Не ішіп жатқан жалпы көруге болады. Мектептің басшылығын ескерту керек бұл жерде енді. Әрине барлық ата-аналарды жаңағыдай кіргізе берсе, ол не болып кетеді? Жақсы, түсінікті, рахмет. Біздің оқырманымыз, көрерменіміз өзінің сұрағына қатысты жауабын алды, тұшымды жауабын алды деген үміттеміз. Екатерина ханым, уақыт бөліп біздің бүгінгі кешкі подкастымызға келгеніңізге сізге алғыс айтамыз. Бүгінгі біздің подкастымыз ашық, өте мазмұнды болды деп ойлаймыз. Сіз енді көтеріп жүрген ымдау тілінің мәртебесі, балалардың тамағы, одан басқа инклюзия мәселесі, ол жай ғана заң тармақтар емес, ол мыңдаған отбасының тағдыры. Сізде парламенттегі жұмысыңызға табыс, жеміс тілейміз. Құрметті көрермен достар, мінекей бізбен 1 сағаттан аса алтын уақытын бөліп келген қонағымыз бүгінгі мәжіліс депутаты Екатерина Смолякова ханым. Сізге тағы да алғысымызды білдіреміз. Жалпы бүгінгі мынау сұхбатта айтылған мәселелер туралы пікірлеріңізді білгіміз келеді. Сондықтан достар, міндетті түрде YouTube арнамыздың астына пікіріңізді қалдырыңыз. Не ойлайсыз? Әсіресе мынау мектептегі балалардың тамақтану проблемалары туралы айттық. Одан бөлек инклюзия мәселесі өте өзекті мәселелердің бірі. Мүмкін сіздің басыңызда сондай бір жағдай өткен шығар. Пікір бөлісе отырыңыздар. Әркез біз міндетті түрде жауап береміз. Қадірлі көрермен, алғысымыз шексіз. Қонағымызға да, оқырман көрерменімізге де, біздің арнамызға жазылуды ұмытып кетпеңіз. Біздің әр қозғаған тақырыбымыз өзекті сіздер үшін. Сондықтан да лүпілдеріңізді аямай басып, достарыңызбен бөлісіп отырыңыздар. Біз ол үшін сіздерге тек алғысымыз шексіз дейміз. Ал келесі біздің Арутокс подкастымызда кімді көргіңіз келеді, кімді шақырайық, қай өзекті мәселені қаузайық, оны біздің осы арнаның парақшасына жазып кетсеңіздер болады. Сіздермен бірге болған әріптестерім Мақпал Асубай, Сағыныш Әбікей және Әлия Шермағанбет ханым. Және бүгін қонағымыз Екатерина Смолякова ханым. Сау болыңыздар.